Ыбырай Алтынсарин, бай мен жарлы баласы. Асан бай баласы, Үсен жарлы баласы, екеуі құрдас екен. Бір күні ел көшкенде қыр астында ойнап жүріп, ескерілмей екеуі жұртта қалыпты. Бір мезгілде үйге баралық деп келсе, ауыл жоқ, құр жұрты жатыр. Асан айқай салып жылай бастады. Үсен ойланып тұрды да айтты: жылағаныңмен ешнәрсе өнбес. Көшкен ауылды іздеп табалық. Енді қайдан табамыз? Қай жаққа кеткенін де көргеніміз жоқ, деді Асан. Үсен үндемеді. Асан ертіп көшкен жұртқа келді. Жұртта бір көзі сынған ине жатыр екен. Оны алды да бір пышақтың сынығын, бір-екі уыстай қыл тауып, оны да алды. Содан соң ауылдың жұртын айнала жүгіріп, көштің кеткен сүрлеуін тауып, сол сүрлеуге түсіп жүре берді. Біраз өткен соң сүрлеу екіге айырылды. Мұны көріп Асан тағы да жылай бастады. Енді қайсысына түсеміз? Деп Үсен қарап жүріп, біреуіне түсті. Мынау сүрлеу бүгін жүрген көштің сүрлеуі екен. Малдың жас тезегі бар, деді. Біраз жер жүрген соң Асан қарным ашты деп жылады. Үсен үндемей келе жатса, екеуінің алдынан бір үйрек ұшып, ұзамай қасына қонды. Асанның онымен ісі болмай жүре берді. Үсен жүгіріп барып сипалап жүріп үйректің орнынан 6 жұмыртқа тапты. Асан қуанып жұмыртқаны алайын деп еді, Үсен алдырмай: жолда адасып көп күн жүрсек, бізге тамақ керек болар. Үйректі де ұстап алайық, деді. Асан айтты: қалай ұстаймыз? Үсен: мен әкемнің ұстағанын көріп едім, деп манағы жұрттан тауып алған қылдан есіп тұзақ істеді де, оны апарып үйректің ұясына құрды. Мұнан соң Асанды шақырып барып, екеуі бір таза жерге, қалың шөптің арасына барып жатты. Көп ұзамай үйрек қайта ұшып, жан-жағында адам көрінбеген соң ұясына келіп қонды. Аздан соң Үсен үрейленіп жүгіріп ұяға барып еді, үйрек ұша алмай далбырады да қалды. Қараса, үйрек мойнынан тұзаққа ілініп қалған екен. Үйректі Асан тірі алып ойнап баралық, деді. Үсен айтты: жоқ, әкем, үйрек, қаз адал құстар. Мұқтаждықта Құдай тағала бұларды адамға алып тамақ етуге бұйырады. Бірақ тірідей байлап матап әуре ету обал, деп айтушы еді. Әуре етпе, бауыздап алалық, деп манағы жұрттан тауып алған пышақтың сындығымен бауыздап алды. Мұнан соң келе-келе жатып, түс ауған уақытта екеуі бір өзен судың бойына жетті. Су ішіп, сусындарын қандырған соң Үсен айтты: енді бір тамақ пісіріп жейік. Асан: от жоқ, қалай пісіреміз, деді. Үсен үндемей су жағалап жүгіріп кетіп, бір шақпас тас тауып әкелді. Және шапағының бір кішкентай жыртылған жиреннен аз ғана мақта суырып алып, оны тастың үстіне қойып, бәрін бармағына ғана қатты қысып тұрып, манағы пышақтың сыртымен тасқа қатты ұрып еді, от шығып мақта тұтанды. Содан соң айналасына аз ғана тезек үгіп салып, Үсен өзі отты үріп тұтандырып жатып, Асанды қу тал жинап алып кел деп жіберді. Тал келтірілген соң от жағып, әуелгі жұмыртқаны отқа салып пісірді. Одан соң үйректің жүнін жұлып, бұтарлап, бір талдық істік істеп, үйректі отқа қақтады. Піскен соң екеуі де жесіп, тойып алысты. Тамағы тойған соң көңілінен уайымы шығып, Асан су жағалап жүгіріп кетті. Бір мезгілде дауыстады: Үсен, Үсен, мынау таяз жердегі балықтарды қарашы, деп. Үсен оған қарамай баяғы жұрттан тапқан инені отқа салды. Ине біраздан соң оттың күшімен еріп қызарды. Содан соң пышақпен инені алып, ептеп иді, қармақ істеді. Содан соң Асанды шақырып алып, сен шегіртке тере бер, деді де, өзі манағы қылдан есіп, қармаққа бау істеп байлап, талдан кесіп оған сап істеді. Сөйтіп қармақ әбзелмен дайын болған соң, Үсен суға барып, Асанның жинаған шегірткесін жемге шаншып, қармағын суға салды. Су әдемі, айнадай таза екен. Ішіндегі ойналған балықтары көрініп жүретұғын. Әуелі шабақтар келді. Біреуі бір, екеуі екі жемде иіскеп, тиісіп қайшып, жұлқып өтіп жүрді. Сөйтіп тұрғанда шабақта дүркілей келіп қашты. Қараса бір шортан келген екен. Ол шортан жемге де қарамай, тәкаппарланып жаймен бұлғаңдап өтіп жүре берді. Шортан өткен соң, манағы бытырлап кеткен шабақтар тағы жалма-жал жиылып келісіп, жемнің айналасында ойнап, соғып өтіп жүрді. Сөйтіп тұрғанда шабақтар және дүркілей қашып, жоқ боп кетті. Қараса бір бөлек алабұғалар келген екен. Жемде ең бұрын көрген біреуі тоқтамастан келіп, асап келіп қалғанда, Үсен қармақты тартып алып, оны қырға шығарып тастады. Сол қалпынша Үсен бірталай алабұға алды. Балықтың алынған қызығына айналып тұрып, балалар күннің кешке таянып қалғанын аңғармағандай екен. Бір мезгілде Үсен күнге қарап: «Ах, күн кеш болып қалыпты ғой, жарықта өткел тауып алайық»,
деп қармақпен алған балықтардың біреуін шапанына орап алып, манағы шақпақ тасын және сабы бауымен қармағын да қалдырмай алып, енді өткел іздесті. Үсен кідірместен манағы өздерінен түсіп келген сүрлердің өткен жерін тауып алып, сол жерден өте шықты. Біраз жүрген соң ақ күн кеш болды. Және біраздан соң ымырт жабылып, жол көрінбеді. Түн болған соң балалар екеуі де қорқайын деді. Сөйтсе де Үсен сыр білдірмей, енді жүрсек адасармыз деп тоқтады. Тезек теріп от жақты. Біраз отырған соң Асан күндіз көп жүріп шаршаған бала ұйықтап қалды. Үсен, әкем айтушы еді, елді жердің ұрысы, далалы жердің бөрісі болады деп ойлады. Ұйықтамай отқа күндізгі алған балығын пісіріп, ермек етіп отыра берді. Естуі бар еді. От жағып отырса қасқыр келмейді-мыс деп. Қарап отырса бір мезгілде бір топ киік келді. Олар анандайдан одырайып қарап тұрып, өзінен өзі үркіп жөнелді. Біраздан соң қолын тайы бар бір үйір құлан келді. Айғыры алдында басын тікшейтіп, құйрығын шаншып, осқырынсып, өзгелері таңданып қарап тұрды да, олар да шауып жөнелді. Бір мезгілде жақын жерден қасқыр ұлыды. Алысырақта өгіз шағала, адамша шыңғырып, біресе жылаған балаша, біресе қарқылдап күлген адамша әртүрлі дауысқа салды. Үсен тіксініңкіреп, бойы мұздап, қолына манағы қармақтың таяғын қысыңқырап ұстап және отыра берді. Сөйтіп, әр жануарды көріп, және оттың жарығына жиылған құрт-құмырсқа, көбелектерге қарап, бұл көбелек қоңыздар неге көріне өліміз деп отқа түсе береді екен, деп әртүрлі ойларға қалып, сүйініп жатып, таңдаттырды. Күншығыста таң әуелі алтынмен боялғандай қызарып, жан-жаққа жайла барып, ақыры қызылы тарап, ағара бастағанда Үсен Асанды оята бастады. Жүрер уақыт болды деп. Асан далада екенін ұмытып, үйдегі қалпынша жуық арада оянбай ыңырсыса да, Үсен қоймай оятып алып, қасына ертіп жолға шығысты. Күн сәскеге дейін жүріп отырып, сәскеде сүрлеу бір қатаң шоқаттау жерге түсіп көрінбей кетті. Балалар енді қай жаққа жүрерін білмей дағдарып тұрды. Сөйтіп жан-жағына қарап тұрса, іргелі алдында бір биік қыр үстінде үлкен мола көрінді. Сонда Үсеннің ойына әкесінің сөзі түсті. Далада жүріп адассаң, молалы жерде су болады, сулы жерде ел болады дейді екен. Сол ақыл бойынша Үсен Асанды ертіп, молаға қарай жүрді. Молаға жақындап келгенде қаңқылдаған қаздың дауысы шықты. Үсен енді білді, жақын жерде көл бар екенін. Қаз сусыз жерде мекен етпейді. Екеуі келіп енді молалы қырға шықты. Қараса қырдың жығылар асты үлкен көл екен. Көлдің айналасы да іші де құжынаған мал. Жағасындағы жібектей жапыраған көкорай шалғынның қора-қора қой мен жылқы. Жылқының бір парасы көл ішіне кіріп, белінен құраққа кіріп тұр. Енді бір жақ жағасында сортаңда бір топ түйе жатыр. Бұларды көріп балалар қырдан түсіп, жүгіріп малға келді. Келсе өз ауылдарының мал екен. Малшылар Асан Үсенді көріп, оларда қуанып, біреу әке-шешелеріне сүренші сұраймыз деп шауып кетті. Өзгелері балаларды атқа мінгізіп, ауылға алып жүрді. Жолда келе жатқан малшылар айтты: сендердің жұртта қалғандарыңды біліп, кешеден ауылдың жан біткеніне іздеуге кетіп еді. Нақ бесін мезгілінде балалар аман есен үйлеріне келіп, әке-шешелеріне қосылды.